Түркістан облыстық аумақтық сайлау комиссиясы. Жануар Рахматулла назарыңызда. Қазір 25 наурыз 12:22. Түркістан облыстық аумақтық сайлау комиссиясына келдік. Қандай бұрмалау, не болып жатыр? Неге үйттіңіздер? 1700 дауыс артық алған мені неге? Халықтың қамын ойлаймын деген жалғыз азамат едім. Неге мен түсіріп тастадыңыздар деп. Қандай себеп болды, не болып қалды, не көрінді ағайын деп. Келсе мына жақта ешкім жоқ, жұмыс уақытында, жұмыс орнында көріп тұрсыздар, құлыптан қойған есіктер. Қазір Түркістан қаласындамыз, облыстық аумақтық сайлау комиссиясы. Енді қазір тікелей сотқа жүгінетін боламыз. Алдымен мына жақта не себепті мен өткізбей қойғандарын білейін деген едік. Себебі сол бұрынғы ғой, ұрылар ұрлайды, жегіштер жейді. Себебін білеміз, бірақ өз көздеріне қарап тұрып, өз сөздерінен естігім келген еді себебін, қандай желеу-жебеулер болатынын. Қазір байланысты ұстайтын боламыз. Мен толыққанды келіспеймін бұл шешіммен, өйткені халық толыққанды мені қолдап тұр. Менен екі есе кем дауыс алған адамды өткізіп тұр. Енді қазір әртүрлі хабарлар келіп жатыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, полициясы болсын, мен қысатын жерін қыспаса, қамақ қаламыз. Біз 30 жылдан астам тәжірибеміз бар. Жазықсыз адамды қамаудан біз мастерміз депті. Енді бір жаламен ұсталып жатсам, хабардар боларсыздар. Ойға келмейтіндей бірдеңе ойластырады ғой енділер. Үйімнен бірдеңе тапқылар келе ма? Үйімді былтыр қаңтардан кейін толыққанды обыск жасап, Түркістаннан спецназ кеп толыққанды тінтіген болатын. Жаңағы тергеушілер бар, оперативниктер бар, бәрі. Үйіне бірдеңе тастаймыз, немесе машинасына бірдеңе тастаймыз депті. Енді қазір мен көлікте жүрген жоқпын, өз көлігімді айдамаймын, өйткені алдыма кеп біреу секіре салып, сондай мен біреуді өлтіргісі келді деп, жаңағыдай әртүрлі жала жабуы мүмкін. Сондықтан сондай мәселе қазір. Байланыста боламыз. Жануар Рахматулла.